Барша зейнетақы алушылар көріңіздер. Сәлеметсіздер ме қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Әйелдердің зейнет жасы өзгере ме? Елімізде зейнетақы жүйесі қалай жетілдірілді? Зейнеткерлерге қандай мүмкіндік жасалған? Осы тақырып аясында еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі Ахмади Сарбасов бақ тілшісінің сауалына жауап берді. Әйелдердің зейнет жасын төмендетіле ме? Президенттің 2022 жылғы 1 қыркүйектегі әділетті мемлекет біртұтас ұлт берекелі қоғам атты жолдауына сәйкес әйелдердің зейнет жасын арттыру 2028 жылға дейін 61 жаста тоқтатылды. Бұл шешім көптеген қазақстандық әйелдер үшін маңызды жеңілдік болды. Алайда 2028 жылдан бастап 2031 жылға дейін зейнеткерлік жас кезең-кезеңмен 63 жасқа дейін өседі. Бұл қадам бюджет жүктемесін азайтып, зейнетақы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында қарастырылып отыр. Қазіргі таңда әйелдердің зейнет жасын қайта қарау күн тәртібінде жоқ. Демек, 61 жас шегі 2028 жылға дейін өзгеріссіз қалады. Жұмыс істейтін зейнеткерлерге қандай мүмкіндік бар? Қазақстан Республикасы әлеуметтік кодексінің 196 бабының 4-ші тармағына сәйкес зейнет жасына жеткен азаматтар жұмысын жалғастыра алады. Бұл дегеніміз зейнеткерлер жалақы мен зейнетақыны қатар ала алады. Базалық зейнетақы мөлшері қалай өседі? Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша 2023 жылдан бастап 2027 жылға дейін ең төменгі базалық зейнетақы мөлшері кезең-кезеңмен өсірілмек. Зейнетақы жүйесі қалай жетілдіріледі? Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі зейнетақы жүйесін одан әрі дамыту бойынша белсенді жұмыс істеп жатыр. Министрлік жаңа тәсілдер мен идеяларды қарастырып, сарапшылар қауымдастығымен пікір алмасу үстінде. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.